Сәлеметсіз бе? Мен бүгін қабдеш жұмаділовтің «Академик көз жасы» шығармасы туралы айтатын боламын. Шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған. «Академик көз жасы» шығармасы 20 ғасырдың орта тұсындағы қазақ халқының басынан өткен қиын кезеңдері бейнеленеді. Бұл кеңестік кезеңде ұлттық ғылым мен мәдениет саласында еңбек еткен, бірақ сол үшін қуғын-сүргінге ұшыраған тұлғалардың тағдыры жайлы туынды. Шығармада жазықсыз жазаланған, алайда туған халқының ғылымы мен руханияты үшін қызмет еткен академик Қаныштың өмірі мысалында тұтас бір ұлттың қасіреті мен үміті суреттеледі. Шығарманың негізгі идеясына келетін болсақ, шығарманың басты идеясы әділетсіздікке қарсы тұру, шындықты айту, халық үшін еңбек ету. қабдеш жұмаділов бұл туындысы арқылы бірнеше терең әлеуметтік және рухани мәселелерді көтерді. Зұлымдық пен әділетсіздікке қарсы тұру басты кейіпкердің азапты жолы сол кездегі саяси жүйенің қорлығын көрсетеді. Ақиқатты айтқаны үшін қудаланған адамдардың шынайы бейнесі берілген. Ғылым мен ұлттық мүдде үшін күрес. Қаныштың образы арқылы автор нағыз ғалым, нағыз патриот қандай болу керектігін көрсете алды. Қазақтың ұлттық рухын сақтау үшін тарихын ұмытпай ұлттық болмысты сақтап қалу басты тақырыптардың бірі болды. Отбасы, жанұялық махаббат, адалдық, Қаныш Сәтбаев пен әйелі арасындағы сенім мен сүйіспеншілік ауыр тағдырды бірге көтерудің көрінісі бар болды. Шығарманың басты кейіпкерлеріне тоқталсақ, Қаныш Сәтбаев шығарманың басты кейіпкері, ол академик деп жазылған. Ол ғалым, академик, тұлғалы азамат болды. Оның бойында терең білім, биік парасат, рухани тазалық, әділеттікке деген құштарлық бар. Ол өз халқының болашағы үшін өмірін арнаған жан. Қанша азап көрсе де рухы сынбай, биік адамгершілік қасиет бойына сіңірген. Қаныш шын мәнінде қазақ интеллигенциясының жиынтық бейнесі. Ал Қаныш Сәтбаевтың өмірлік серігіне келсек, яғни жарына, ол әйел затының сабырлығы мен төзімділігін, ақылдылығы мен сүйіспеншілігін бойына жинақтаған бейне. Қиын қыстау күндерде қанапия, рухани тірек болып отырған нәзік те қайсар тұлға десек болады. Және саяси тергеушілер мен жүйенің өкілдері. Олар қатыгез, жүрексіз биліктің сойылын соғатын, ұлттың ұлы тұлғаларын тап жауап деп көрсететін жандар. Автор бұл кейіпкерлер арқылы идеологияның соқырлығын, жүйенің бейадамдық табиғатын ашып көрсетеді. Шығармада қандай салт-дәстүрлер мен рәсімдер сипатталады. қабдеш жұмаділов шығармаларында қазақтың болмысы әрдайым алдыңғы қатарда көрінеді. Бұл туындыда ұлттық салт-дәстүрлер, рухани құндылықтар кеңінен бейнеленеді. Отағасын құрметтеу, ерлі-зайыптың сыйластығы, Қанафия мен әйелінің арасындағы қарым-қатынастар көрінеді. Қаныштың шын аты. Ата-баба аруағына деген құрмет, елден, рухтан ажырамау, ұлттық киім, тағам, тұрмыстық заттар дәстүрлі қазақ өмірінің бөлшектері арқылы суреттеледі. Қазақтың сөз өнері мен мақал-мәтелдері, диалогтарда молынан
кездеседі. Ғалымға, ұстазға, үлкенге деген ілтипат бұл рухани тәрбие көзінің маңызды бөлігі ретінде сипатталады. Танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Шығарманы оқу барысында мен зиялы қауымының тағдыры қаншалықты қиын болғанын түсіндім. Ғылым жолында еңбек ету мен ұлттық рухты сақтау үшін күрестің қандай азаппен келетіні туралы терең түсінік алдым. Бұл шығарма қазіргі ұрпақ үшін ұлттық болмыс пен рухани мұраны қадірлеудің бір үлкен сабағы. Өз тарихыңды, өткеніңді білмей, болашақ жоқ екенін терең ұғындым. Мәнерлеп оқуға арналған үзінділер. Ақынның қара шегірмен қоштасуы. Адам басына түсетін аса ауыр қайғы емес, мұң ғана болады. Қимастық жол сапары сұмдық ауыр болды. Адамды қажытып, жүрекке салмақ түсірген үйреншікті қыр жолының ойқы-шойқы, кедір-бұдыр емес. Жол бойындағы адамның жүзі шыдамайтын қасіретті көріністер. Шынында да қазақтың басына бір зауал төнген екен. Жол жиегіне құлай кетіп, сол беті қатып қалған өліктер, түндігі ашылмай қалған ауылдар. Әлгі заман ақыр дейтін осы шығар сірә. Отаршыл өкіметтің өзге өктемдігін кешірсе де, тұтас халықты қынадай қырғаны кешіруге болмас. Ұлытау, жезді, кеңгір бойындағы аш аламан жұрт көбінесе түстікке, сыр бойына қарай ағылушы еді. Мына терістіктегі ел солтүстікке, Орыстың Орынбор, Омбы, Селебе қалаларына қарай жылжитын көрінеді. Сол жақтағы орыс орманына ілінсек күн көріп кетерміз деген үміт те баяғы. Бірақ соған жетілмейді ғой көпшілігі. Ой Аллай, еш жазығы жоқ бір халықтың осылай қорлауға болады екен-ау. Бұлар жол жиегіне тақау қонған 3-4 үйлі бір ауылға бұрылғанды. Естияр біреу кезіксе жол бағытын сұрау ойларында бар еді. Сұмдық-ай, әлгі ауылдың тірі жан жоқ. 4 мүк мал түгел, ит екеш те көрінбеді. Шеткі бір үйдің киіз есігін түсіріп, сыртына егенек қойып, арқанмен шандырып байлап тастапты. Түндігі ашық, қаныш не де болса да ерекше көріністің мәнісін білмек болып, ергенекті бекіткен, арқанды шешіп түсірулі киіз есікті жоғары көтере беріп, шалқасынан түсе жаздады. Сұмдық-ай, 3, 5, 7 жастардағы ұлы қызы аралас 5-6 бала есікке таман тырмысып келіпті де, бірін-бірі құшақтаған күйі қатып қалды. Шамасы үлкендері осы ауылдың ұсақ балаларын бір үйге қамаған да, өздері талғажау бірдеңе іздеп кеткен беті ауылға қайтып оралмаған. Жүрегі тас төбесіне шыққан қаныш ергенекті орнына қоя салды да, жалғыз осы ауыл дейсің бе, бұдан басқа ауылдардың да көрген күні осы ғой, деді күңірене тіл қатып.